Мемлекетімізде 2020 жылдың 1-қаңтарынан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі өз жұмысын бастады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі өз жұмысын бастаған күннен бастап, әр азамат, жұмыс беруші, жеке кәсіпкер өздеріне тиесілі жарналарды, төлемдерді төлеуде. Бүгінгі таңда осы төлемдерді жүргізу барысында көп азаматтардың қаржылары түспей қалып жатқан жағдайлар болады. Сонымен қатар артық төленіп кететін жағдайлар орын алып жатқан жағдайда. Осындай жағдай орын алған жағдайда әр азамат сол мемлекеттік корпорация, яғни халыққа қызмет көрсету орталығына барып, осындай көрсетілген мәселелер бойынша өз өтінішін білдіретін болса, сол жерге өтінішін жазатын болса, ол азаматтарға дұрыс түспеген жарналары дұрыс түсуге көмек көрсетіледі. Сонымен қатар, егерде артық төленіп кеткен жарналар болатын болса, 7 күннің ішінде сол азаматтарға қайтарып беруге шаралар көрілді.